Былтыр өңірде 127 жасөспірім жүкті болып қалған. Оның 70-і аман есен босанса, 8-і өз еркімен жасанды түсік жасатқан. Бұл ресми тіркелгені ғана. Ақ халаттылар қыздардың етегінің ерте түрілуіне, олардың толық емес отбасынан шығуы, ата-ана мен бала арасындағы жыныстық сауаттылық туралы әңгіменің өрбімеуі себеп. Сонымен қатар, ерте тұрмысқа шығып, оны әлеуметтік желі арқылы дәріптейтін блогерлердің де үлесі аз емес дейді. Қазір Инстаграм желісінде көп қой, ерте тұрмысқа шығады, соны дәріптейді, көрсетеді, ал балалар соны тоже дұрыс деп қабылдай. Енді бізде 15-17 жаста болғандықтан қыз балалары толықтай жыныстық жетілу толықтай бітпеген болуы мүмкін. Кейбір қыздарға мысалы етек циклі кеш келеді, ал оның өзінің тұрақталуының өзіне 2 жыл уақыт керек. Екіншіден, ерте жастағы жүктілік болатын болса, ол көп жағдайда немесе қауіп жоғары, жаңағы ерте босану қаупі жоғары, ана өлімі, бала өлімінің статистика бойынша жоғарылауына келеді. Осы орайда психологтар қыз тәрбиесіне әке мен ана бірдей атсалысса, оның толыққанды саналы тұлға болып қалыптасуына мүмкіндік мол дейді. Көптеген отбасылардың ажырасуына байланысты, ажырасқаннан кейінгі 98% балаларының анасында қалғаннан кейін ол қыз бала болатын болса, соның ішінде ерте жүктілік неден пайда болады? Ерте жүктілік қыз бала әкесіз өскеннен кейін өзінің әкесінің махаббаты жетпегендіктен оны басқа адамнан іздейді. Сырт жақта өзінен үлкен адамнан іздегендіктен көптеген осындай жайттарға тап болып, алданып қалудың себебінен осындай жағдайға ұшырап жатыр. Өткен жылы Атырау облысында ерте жүктілік бойынша тіркелген қыздардың ең кішісі 15 жаста болғандығын айта кетейік. Альбина Жамбылқызы, Ақылбек Ертаев, Тосан Қожанов, Каспий Ньюс.